Саламатсыңдар ма? Бүгін математика сабағынан 158-ші сабақты өтеміз. Тақырып құрама фигуралардың ауданы. Бірінші тапсырма. Электрлі су асты қайығының қай жылы пайда болғанын анықта дейді. Ертеректе 1870 жылы Жюль Верн 20 мың ле су астында романында ержүрек капитан Немоның басшылығымен жүзген Наутилус су асты кемесін сипаттайды. 90 жылдан кейін өткен ғасырдың 60 жылдары шынайы электрлік су қайықтар пайдалануға берілді. Бізге анықтау керек, қай жылы мына су асты қайығының пайда болған. Демек, 1870 жылы романы жарық көрген. Енді 90 жылдан кейін дейді. Осы сүңгуір қайықтар пайдалануға берілді. Сонда есепті шығару үшін 1870-ке 90-ды қосамыз. Екеуінің қосындысы 1960. Сонда есептің жауабы 1960 жылы электрлі су асты қайығы пайда болған. Екінші тапсырма. Мына төменде берілген фигураларды дайындап, олардың құрама фигуралар құрастырып, ауданы нешеге тең болады, соны анықтаймыз. Кітаптағыдай міне тіктөртбұрыш, үшбұрыш және шаршы пішінді фигураны сызып алдық. Бірінші тік төртбұрыш. Оның ауданын есептеу формуласы S тең А көбейтілген Б. Екінші фигура бізде үшбұрыш. Мұның ауданын есептеу үшін Аға Б-ны көбейтіп, оны 2-ге бөлеміз. Енді шаршының да ауданы ол А көбейтілген Б немесе А квадрат деп жазсаңдар болады, себебі шаршының қабырғалар тең болады. Енді құрама фигураның ауданын табу үшін бірінші, екінші, үшінші фигураларының аудандарының қосындысын табамыз. Сонда есебіміздің жауабы шығады. Есеп шықты. Мына төменде берілген ережені жаттап аламыз. Құрама фигуралардың ауданы оның құрамындағы фигуралардың аудандарының қосындысына тең. Үшінші тапсырма. Фигуралардың ауданын есепте делінген. Енді бірінші фигурамызды салып аламыз. Оның қабырғалары міне тұр. Біз ойша мына фигураны 2-ге бөлінеміз. Міне мына жерінен. Сонда біріншісі мынау фигура, екіншісі мына астындағы тік төртбұрыш. Енді балалар, бірінші мына фигураның ауданын табайық. Бұл мына қабырғасы 3-ке тең. Енді мына жақта қабырғасын табу үшін міне мына жақ 2 сантиметр, мына жер 2 сантиметр. Сонда мына жағы да 4 сантиметрге тең болады. Сонда 3-ті 4-ке көбейтеміз, 12. Мына фигураның ауданы бізде 12-ке тең. Енді астындағы тік төртбұрыштың ауданы мына жақ 2-ге тең. Ал мына жағын табу үшін мына 5-тен 3-ті азайтамыз. Сонда 2. Сонда 2 көбейтілген 2, 4. Мына фигураның ауданы бізде 4-ке тең. Енді мына осы 2 фигураның аудандарын қосамыз, сонда 16 сантиметр квадрат. Бірінші есептің жауабы мына фигураның ауданы 16 сантиметр квадратқа тең. Екінші фигурамызды салайық. Өлшемдерін жазып қойдық. Енді дәл жоғарыдағыдай ойша мына жерден біз өзіміз бөлеміз. Сонда тік төртбұрыш, мына астындағы тік төртбұрыш 2 фигура шығады. Бірінші мынаның ауданын тауып алайық. Мына ені 2-ге тең, енді ұзындығын табу үшін мына жағы 2-ге тең, мынау да 2-ге тең, мынау 1-ге тең. Сонда 5. 2-ні 5-ке көбейтеміз, 10. Екінші фигураның ауданы 3-ке, мына жағы 2-ке тең, сонда 6 болады. Осы екеуін қосамыз, 16 сантиметр квадрат. Мына фигураның ауданы 16 сантиметр квадратқа тең. Есебіміз шықты, енді бізден сұрақ қойып тұр. Әр түрлі тәсілмен орындауға бола ма дейді. Бірінші жаңағы мен көрсеткен тәсіл. Ал екінші тәсілі мынаны керісінше шаршыға толтырып, міне мына жерінен сызып, былай шаршыға толтырып, ауданын есептеуге болады. Екіншісі мынаны да былай шаршыға толтырамыз дағыны. Ауданын табуға болады. Төртінші тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін есепте. Мінекей бірінші өрнек бізді ең алдымен әрдайым жақшаның іші орындалады. Бірінші бөлу амалы, одан кейін көбейтеміз, сосын мына жерде үшінші тағы бөлу амалы. Төртінші амал, осы 2 шыққан мәндерді қосамыз және одан азайтамыз мынаны. Сосын алтыншы амал, жақшаның сыртындағы, жақшаның ішіндегі амалмен мына сыртындағы жетіні көбейтеміз. Кейін
5.212.036-тан азайтамыз. Сонда жауабы 4.620.116 шығады. Келесі екінші амалымыз. Бірінші жақшаның іші мына көбейту, сосын бөлу, азайту. Кейіннен мына бөліндіні орындаймыз, мына көбейтіндіні орындаймыз. Шыққан мәндерді қосамыз, және жақшаның ішіндегі мәннен мына жақтағын азайтамыз. Сонда есебіміздің жауабы 4271 шығады. Соңғы үшінші амалымыз міне осындай орындалу жолы. Жауабы 3.211.710. Есебіміз шықты. Келесі бесінші тапсырма. Тік төртбұрыш пен шаршыдан құрылған фигура салып, оның ауданын есепте. Міне біздің тік төртбұрышымыз, міне біздің шаршымыз. Олардың өлшемдерін жазып қойдым. Енді тік төртбұрыштың ауданын табамыз. 2 көбейтілген 3. 6-ға тең. Мына фигура 6-ға тең. Енді шаршының ауданы 3-ті 3-ке көбейтеміз, 9. Енді 2 фигураны қоссақ, яғни бұл құрама фигура болады. Ал осы S құрама фигураның ауданы бізде 6-ға 9-ды қосамыз, сонда 15 болады. Есеп шықты. 6-шы тапсырманы шығарайық. Мінекей, алдымен А тапсырмасы. Айлақтан бір уақытта біріне бірі қарама қарсы 2 моторлы қайық шығады. Біріншісінің міне V1 жылдамдығы 24 км бөлінген сағат, екіншісінің жылдамдығы 28 км сағат. Олар 4 сағаттан кейін ара қашықтығы қанша болады? Сонда есепті шешу үшін алдымен жылдамдықтарын қосамыз, себебі есептің шартында қарама қарсы делінген. Сонда екеуін қосамыз, 52 болады. S ара қашықтықты табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. Сонда 52-ке 4-ті көбейтсек 208. Есептің жауабы ара қашықтығы 4 сағаттан кейін 208 км болады. Ә тапсырмасында мінекей. Берілген есепке кері есеп құрастыр дейді. Міне біздің есебіміз 2 жылдамдық берілген, және оның ара қашықтығы, және олардың кездесу уақытын тап деп табамыз енді. Сонда Т-ны табу үшін S бөлінген V, яғни ара қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Сонда 208-ді бөлеміз 24 пен 28-дің қосындысына, сонда 4 болады екен есептің жауабы. Есеп шықты. 7-ші тапсырма. Транспортердің көмегінсіз мына төменде берілген белгісіз бұрыштардың шамасын анықта. Мұны шығару үшін біз алдыңғы сабақта ереже өттік қой. 3 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Осы ережені пайдаланып, мына есепті шығарамыз. Мінекей, біріншісі 180-нен азайтамыз, 55 пен 45-тің қосындысын, сонда 80 градус. А бұрышы 80 градус деп жазып қоямыз. Келесі 180-нен азайтамыз, 45 пен 60. Сонда 75. Б бұрышы 75-ке тең. Үшіншісі 180-нен азайтамыз, 30 пен 95-тің қосындысын, сонда 55 міне. С бұрышы 55-ке тең. Есеп шықты. 8-ші тапсырма. Диаграммада фантаст жазушылардың кітабын оқыған бір мектептің сынып оқушыларының саны көрсетілген. Енді төмендегі сұрақтарға жауап бер дейді. Қай сыныпта кітап оқитын оқушылар көп? Мына диаграмма қараймыз. Ең көбі міне. Мына жер 30 ба? 4-ші Б сынып екен. Біріншісінің жауабы 4Б. Екінші сұрақтың жауабы қай сыныпта кітап оқитын оқушылар аз? Диаграммадан көріп отырмыз, ең азы қызыл, міне, 4-ші В. Бұл 18-ақ бала кітап оқиды екен. Келесі 3-ші, қай сыныптарда кітап оқитын оқушылардың саны тең? Диаграммадан қараймыз, теңдер міне. 4D сыныбы, 4G сыныбы, және мына жерден қараймыз, 4A сыныбы. Есеп шықты. 9-ші тапсырма. Дұрыс жауапты таңда дейді. 2 балада 8 алмұрт барды. Бірінші бала 1 алмұртты, екінші бала 3 алмұртты жегеннен кейін, оларда алмұрт теңдей болды. Әр қайсысында неше алмұрттан болған? Есепті шығарудың көп тәсілі бар. Мен қазір сендерге теңдеу құру арқылы шығарып көрсетейін.
белгісіз санымызды x деп белгілейміз. Бірінші бала 1 алма жеген, екінші бала 3 алма жеген. Оның да алмаларының жеген бастапқы белгісіз, сонда барлығы 8 алма деп теңдеу құрып аламыз. Енді x-қа x-ті қосамыз, 2x болады. 3-ке 1-ді қосамыз, 4 болады, тең 8. 2x тең 8-ден 4 азайтамыз, сонда 4 болады. X-ті табу үшін 4-ті 2-ке бөлеміз, 2. Енді теңдігіміз дұрыс құрылды ма? Тексеру үшін мына x-тің орнына 2-ні қойып тексереміз. Сонда 2 қосу 1 қосу 2 қосу 3. Сонда 8 тең 8 теңдігіміз дұрыс шықты. Сонда x-іміз 2-ке тең болды ғой. Енді x-қа 1-ді қосамыз, яғни x-тің мәні 2 ғой, 2-ке 1-ді қосамыз 3. Бұл бізде бірінші балада 3 алма болды деген сөз. X-қа қосамыз 3-ті, x-іміз 2-ке тең, 2-ке 3-ті қосамыз 5. Сонда екінші балада 5 алма болған. Есептің жауабы 5 және 3. Мінекей мұнда тұр. 5 және 3. Соңғы 10-шы тапсырма фигураның ауданын есепте. Міне, алдымен мына кішкентай 3 бұрыштың ауданын есептейік. Бір қабырғасы 2-ке тең, мына қабырғасы, мынау 7-ге тең болса, мынау да 7-ге тең болады. Сосын оны 2-ке бөлеміз. 7-ні 2-ке көбейтеміз, 14, 14 2-ке бөлеміз, 7 сантиметр квадрат. Бұл мынаның ауданы. Енді тік 4 бұрыштың ауданы. Мына КІ дегеніміз кішкентай 3 бұрыштың ауданы деген сөз. Енді СТ тік 4 бұрыштың ауданы 4 көбейтілген 7 тең 28 сантиметр квадрат болады. Енді үшінші С үлкен 3 бұрыштың ауданын есептейміз. Сонда 7-ні 4-ке көбейтеміз, оны 2-ке бөлсек 14 сантиметр квадрат. Енді мына фигураның ауданын табу үшін барлығын қосамыз. Сонда жауабымыз 49 сантиметр квадрат. Есеп шықты. Тапсырмалар аса қатты қиын емес, барлығы есеп шықты. Сау болыңдар балалар.